Қанның қоюлануы адам ағзасына түрлі дерттің дендеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Қанды қалыпты жағдайда ұстап тұру мен қан сұйылтудың тәсілдері туралы бөлісемін. Бірінші, таза су. Судың қан сұйылтудағы пайдасы. Таза су – алғашқы медицина. Сусыз өмір жоқ. Барлық тіршілікке нәр беретін судың адамзат өмірінде алатын орны ерекше. Таңертең ұйқыдан тұра сала, таза су ішсеңіз, талай аурудың алдын аласыз. Егерде қан сұйылтуда дәрілерді ішкіңіз келмесе, сіздерге дәрісіз де өзге тәсілдер бар екенін айтқым келеді. Қанды судың көмегімен сұйылтуға болады. Жалпы адамдар өте аз көлемде су ішеді. Ал ағзада судың көлемі аз болуы қанның қоюлануына әкеп соғады. Қан сұйылту үшін адам тәулігіне 1,5 литр таза су ішу керек. Ғаламторда көпшілік арасында 3-4 литр су ішу керек деп жатады. Ол дұрыс емес. Адам күніне 1 немесе 1,5 литр су ішсе, сол жеткілікті болады. Бұл таза су болуы керек. Сіздің ішкен шай, кофе, шырын, жалпы сұйықтықтарыңыз саналмайды. Егер суық су ішкіңіз келмесе, үй температурасындағы жылы суды ішуге болады. Таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін міндетті түрде аш қарынға 1 стақан су ішуді бастау керек. Қарапайым мысал. Егер сіз бір жеріңізді кесіп алғанда немесе анализде саусағыңыздан қан алған кезде қанның қою қара қошқылдау болып, тез ағып кетпей бүлініп тұратындығын байқауға болады. Бұл қанның құрамындағы гематокриттің жоғарғы екенін көрсетеді. Екінші мысал, кофе мен алкогольді ішімдікті аз қолдану керек. Кофені көп ішетін болсаңыз, ол қанды қоюландырады. Арақ шарапта қанның қоюлануына әкеліп соғады. Олар қан тамырларын атеросклероз пайда болады. Тұздалған көкөністерді де көп жемеу керек. Кептірілген қышқыл тағамдар да адам ағзасына зиян. Сондықтан оларды белгілі бір мөлшерде қолданған дұрыс. Қимыл әрекет жасау, спорттың жеңіл түрімен айналысу, жайлап жүгіру және жүру, жатар алдында таза ауада серуендеу сіздің ағзаңызға өте пайдалы. Қимыл жоқ болған кезде бұлшық ет тіні арасында гипоксия тіні пайда болып, ол да қанды қоюлатады, дейді дәрігер мамандар. Біздің денеміздің 70% судан тұрады, ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға ғана азайса, күш қуатымыздың 20%-ына әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су күйзеліс пен шаршағанды басып, орасан зор күш береді. Сондықтан алмасу жүйесі мен қан жүйелері судан тұратындығын ұмытпағанымыз жөн. Екінші әдіс – сүлік салу. Сүлікпен емдеу әдісі көптеген жылдар бойы қолданылып келеді. Бұл жәндікті ем ретінде біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда пайдаланылғандығы жайында жазылған. Қазіргі таңда сүліктердің 400-ге тарта түрі бар. Алайда олардың ішінде медицина сүлігі ғана емге пайдаланады. Сүлікпен емдеу тәсілі заманауи емдеу тәсілдерінің ішінде бірнеше деңгейден орын алады. Сүлік салу – ол медицина тілінде гирудотерапия деп аталады. Сүліктің өзінің қанды сұйылтуға арнайы бөлінетін ферменті болады. Соны сүлік қанға шашады. Сүлік салар алдында анализ тапсырып, қанның құрамындағы гемоглобин, эритроцит, тромбоциттерді анықтау керек. Анализ дұрыс болмаса, сүлікпен емдеу тәсілін қолдануға болмайды. Мамандардың анықтауынша, адамнан қан алу қандағы плазма құрамындағы лимфоциттердің мөлшерін өзгертеді, ал сүлік сілекейінде 40-қа жуық ферменттер бар. Бұл ферменттер адам ағзасына қанның жасушалардың лимфалардың микроциркуляциясын жақсартып қалпына келтіреді. Нәтижесінде қан қысымы бір қалыпқа түсіп, мүшелердің ісуі басылып, дертке ем болуы мүмкін. Үшінші әдіс – қанды дәрілік шөптермен сұйылту. Адам ағзасына қан сұйылтуда өсімдік
қоспаларынан әзірленген тұнбалардың жөні бір басқа. Адам баласы өсімдіктерді сонау көне дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6.000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығынан дәрілік заттар алынады. Көбінесе адамдар шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Тибетте шөпті де дәрі санайды. Егер шөпті дұрыс біліп ішпесе, керісінше әсер беруі мүмкін. Қанды қойылтып жіберуі де ғажап емес. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Қанды сұйылтуға 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік, түйе жоңышқа, донник және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Тағамға сарымсақ, аскөк, балдыркөк және ақжелкенді қосып жесе, ол адам ағзасына пайдалы. Ақжелкен өсімдігін әдетте салат немесе тағы басқа тағамдарда әдемі етіп көрсету үшін пайдаланады. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, В дәруменінің нормадағы шамамен 10% және С дәруменінің күндізгі керек болатын 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қант диабетіне шалдығу қаупі төмендейді. Сонымен бірге жүрек саулығы жақсарады. Ақжелкен фолий қышқылының қайнар көзі болып табылады. Ал аскөк болса, тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Мүкжидектің клюкваның пайдасы. Мүкжидек жемісі қиыр шығыс пен тмд Сібір елдерінде көптеп кездеседі. Ылғалды, шымтезекті және батпақты жерлерде өсіп қыркүйек айында піседі. Мүкжидек шырыны глюкоза мен фруктозаға көп мөлшерлі пектин және калий тұзына бай. Жидектің бойында С витамині бар. Ол сондай-ақ күзгі ауруларға таптырмайтын ем. Мүкжидек сонымен бірге иммунитетті көтеріп, тұмаудың алдын алу үшін мүкжидекпен морс компотын жасап ішуге болады. Бұл сусын бауыр мен асқазан және ішек ауруларын емдеу үшін аса пайдалы. Және де мүкжидек жөтелден құтылуға көмектеседі. Ол үшін 3 мезгіл мүкжидек шырынына балды қосып ішсеңіз, жөтелге ем болады. Сонымен қатар, бұл жеміс ауыз қуысы ауруларының барлығына ем. Мүкжидек балалар мен ересектердің иммундық жүйесін нығайтып, денені токсиндерден тазалап, қан қысымын қалпына келтіруге өз үлесін қосады. Сонымен бірге денедегі тәбет, метаболизм және ас қорыту жүйесін жақсартады. Және де мүкжидек жемісі цистит үшін өте пайдалы. Қанның қоюлануының бірден бір себебі күйзеліс. Күйзеліс адамдардың жұмыстағы қарым қабілеті мен айналасындағылармен өзара байланысына, өмір сүру сапасына айтарлықтай әсер етеді. Депрессияның ең ауыр формасы адамның өз-өзіне қол жұмсауына дейін алып келуі мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс қанның қоюлануына үлкен себептің бірі. Өмір болған соң күйзеліс болмай тұрмайды. Күйзелістен арылу үшін тыныштандыратын шөптер шүйгін шөп, тау жалбызы және долана тұнбаларын ішіп отыру керек. Долана жемісі жүрекке аса пайдалы. Жүректің жұмысын қалпына келтіріп қана қоймай, ұйқыңызды тыныштандырады. Долананың қайнатпасы түрлі ауруларға ем, бірақ қан қысымы төмен адамдарға долананы қолдануға болмайды және асқазан ауруын қоздыруы мүмкін. Долананың қайнатпасы мен тұнбасын аш қарынға ішуге болмайды. Кері әсерін тигізуі мүмкін. Артық мөлшерде қолданған жағдайда жүрегі айнып, басы айналуы мүмкін. Сондықтан да кез келген дәрілік шөптер мен өсімдіктерді, жемістерді тек мөлшерімен қолдануға кеңес береді. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағандарыңыз жөн. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, видеомен бөлісіп отыруды ұмытпайсыздар. Сау, саламат болыңыздар.